Кептердің аңызы. Ертеде адам ата мен Хауа-ананың жалғыз ұлы болыпты. Олар сәбиін жақсы көргені сонша бір-бірінен қызғаныпты. Қызғаныш түбі жанжалмен бітіп, жиі ренжісіп тынады. Бір күні әдетінше ұрыс кесіп басталады. Құдайға олардың бұл қылығы жақпайды. Сондықтан сәбиді құсқа айналдырып, ерлі-зайыптының жанжалын жек көремін. Ұрыс болған үйге 40 күн ырыс жоламайды, береке орнамайды. Бала махаббаттың жемісі еді, сендер оны ерегестің себеп етіп алдыңдар. Сондықтан сәбилеріңді құсқа айналдырдым дейді. Осыдан соң олар тәрбиеге келіп, татуласып, Құдайдан кешірім сұрапты. Кейде ібіліс азғырып, екеуі ұрыса бастаса, үйінің шатырына кептер келіп қонады екен. Кептерді көргенде ұлдары еске түсіп, қайта татуласады. Осылайша кептер татулықтың нышанына айналыпты. Кептерді көрсе, Хауа-ана үйге келіп тұр деп айқайлаған деседі. Хауа-ананың құрсағынан өрбіген ұрпақ та құстың атын келіп тұр деп атапты. Заманнан заман озғалы бұл сөз кеп тұр. Кейін келе кептерге өзгеріпті. Сәби құсқа айналғанда аппақ көйлегі болған екен. Ақ көйлегі аппақ қауырсынға айналыпты. Жұрттың ақ кептер көрсе, оны адам атаның баласы деп атайтыны осыдан екен. Кептер кімнің қолынан жем жесе, ақыретте соған болсады деген сенім бар. Көгершін аталуы. Ұлықпан хакім аң құстың тілін білген екен. Бірде-бір үйге қонаққа келеді. Сол үйдің шатырына бір кептер ұя салыпты. Ол өлдеп дыбыстайды. Үй иесі: «Уа хакім, сіз құстың тілін білгірді анасыз ғой. Мына кептер шатырыма келіп ұя салып еді. Осылай жиі өлдейді. Сол не деп жатыр екен? Білсеңіз айта отырыңыз» депті. Хакім басын көтеріп, бұл кептер көсеген көгерсін деп тілеп жатыр депті. Үй иесінің бойжеткен қызы бар еді. Айтқанда ертесіне оған біреу құда түсіп, қызы жақсы жерге ұзатылыпты. Ертеде қыздың бөлмесін қосаға деп айтқан, ал қосағаның есігін немесе шымылдығын көсеге дейтін болған. Кептердің қосаған көгерсін деп өлдегені қызың тезірек тұрмысқа шықсын деген тілек екен. Осы оқиғадан соң жұрт кептерді көгерсін, кейін келе көгершін деп атап кетіпті. Кептердің көмегі. Мұхаммед пайғамбар жас күнінде Шам шаһарынан керуен тартып келе жатады. Жолда бір құдыққа тоқтап, дәрет алмақ болады. Сөйтсе құдық терең екен. Қауға шелегі суға түсіп кетеді. Су алатын ыдыс таппайды. Сол сәтте бір топ кептер ұшып келіп құдықтың ішіне сүңгиді. Тамағына су толтырып шығып, пайғамбардың қолына тұмсығымен су құйған екен. Ән хазірет дәрет алып болғанша, кептерлер лек-легімен суға келіп тұрыпты. Пайғамбар кептердің осысына риза болып: «Қанатыңа құттарсын, сені нақақ өлтірген адамның жүзін ақыретте от қарсын» деп батасын береді. Осыдан бастап кептер шатырға ұя салса, құт келеді. Кептердің ұясын бұзған адамның отауына жұт келеді деген тәмсіл тарапты. Мұхаммед пайғамбар дінсіздерден қашып үңгірге тығылғанда, көк кептер оның аузына ұя салып жұмыртқалайды. Өрмекші өрмек тоқиды. Дінсіздер оны көріп, Мұхаммед пайғамбар үңгірге тығылса, кептер ұя салып жұмыртқа басып үлгермейді. Өрмекшінің де өрмегі бұзылған болар еді. Пайғамбар бұл жерде емес деп кері қайтады. Сөйтіп кептер мен өрмекші пайғамбардың өмірін сақтап қалған екен. Осы оқиғадан соң екеуі мұсылмандар арасында келіс саналыпты. Кептер Нұх пайғамбарға зәйтүн ағашының жапырағын әкеліп, топан судың тартылғаны туралы сүйінші хабар жеткізеді. Пайғамбар оған: «Қарның ашса адамның қолынан жем же, шатырына ұя сал» деп бата берген екен. Кептердің аяғы неге қызыл? Топан су кезінде Нұх пайғамбар құрғақ жер іздеу үшін қарғаны жұмсайды. Ол жемдікке алданып келмей қояды. Екінші сауысқанды жұмсайды. Ол да өлексеге үйір болып алданады. Үшінші жолы кептерді жібереді. Ол адамға адал еді. Қарны ашып тұрса да жемдікке жоламайды. Зәйтүн ағашына қонады. Ағашқа өлексенің қаны жұққан екен. Оның аяғы қанға тиіп қызарып кетіпті. Содан бастап кептердің аяғы қызыл болып қалыпты. Кептер дәруіштердің символы деседі.